Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында Филадельфия сүзбесін жасаймыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге майлылығы жоғары айран керек, менікі 2,5%. Айранды ыдысқа құйып қатырған дұрыс, және сол ыдыстың сүзгіштің ішіне сиятынын қадағалау керек. Неғұрлым айранымыз майлы болса, соғұрлым дайын өнімнің көлемі көп болады. Бүгін мен 2 литр айраннан неше грамм сүзбе шығатынын көрсетемін. Ыдысқа құйылған айранды мұздатқышқа шамамен 8-9 сағатқа толығымен қатқанша орналастырамыз. Мұздатқыштан шыққан өнімді сүзіп алу үшін бізге марлі тәке қажет болады. Мен дәріханадан 1 метр сатып алдым. Мұздатқыштан шыққан өнімнің ыдыстан ажырауы қиын болса, ыстық суға 1-2 минут ұстап тұрамыз. Сүзгіштің ішіне дәкені орналастырамыз және мұздатқыштан шыққан айранды осының ішіне орап саламыз. Сүзгіштің астына табаны тимей тұратын ыдыс қойып, өнімнің сары суы толық ағып біткенше 8-9 сағатқа 2 литр су құйылған ыдыспен бастырып қойдым. Осымен Филадельфия сүзбесі дайын. 2 литр айраннан 460 грамм дайын сүзбе шықты. Сүзбеге қант ұнтағын немесе сливкиді араластырып, торттардың, бәліштердің ортасына кремдер жасауға болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырып, міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыздар достар. Назарларыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.